Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 34-ші сабақ өзіңді тексер. Сабақты бастамас бұрын каналымызға жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өткенді қайталаймыз. Өткен сабақтағы білімімізді бүгінгі сабақта тексереміз. Біріншісі, шамалардың жылдамдық уақыт арақашықтық өзара байланысының формуласын білемін және түсінемін. Бірінші бізде арақашықтық берілген. Арақашықтық табу үшін еске түсірейік. Яғни арақашықтық табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Жылдамдық берілген. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықтан бөлеміз уақытты. Ал уақытты табу үшін арақашықтықтан бөлеміз жылдамдықты. Сонда біздің формуламыз шығады екен. Екіншісі, формуланы қолданып қозғалысқа берілген есептерді шығарамын. Есептің шешуін жаз. Яғни, егер ұшақ 548 км сағат жылдамдықпен 4 сағат ұшатын болса, қандай арақашықтықты ұшып өтеді? Бізде жылдамдық белгілі 548 км сағатына, ал уақыт 4 сағат, арақашықтық белгісіз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 548 км сағатына көбейтеміз 4 сағат. Сонда 2192 км. Ұшақ 2192 км ұшып өтеді екен. Үшіншісі, сызбаға талдау жасап, қозғалысқа берілген есептерді шығара аламын. Сызбаға сәйкес келетін өрнекті тап дейді. Яғни бізде әртүрлі өрнектер берілген. 24 көбейту 4, 24 бөлу 4, 24 қосу 4, 24 қосу 4 бөлу 4 деген жаңағы өрнектер берілген. Енді біз осыны сызбаға сәйкес табатын болсақ, бізде жылдамдық 24 км сағатына дейді. Ал уақыт 4 сағат. Енді біз арақашықтықты табу үшін, яғни арақашықтықты табу үшін 24 көбейтеміз 4-ке, яғни жылдамдық пен уақытты көбейтетінек. Сонда бізде болады 96 км. Бізде бірінші нұсқамыз дұрыс екен, 24 көбейтеміз 4-ке. Велосипедші 96 км жүрген екен. Төртіншісі, кесте бойынша қозғалысқа берілген есептер құрастыра аламын. Кесте бойынша есептер құрастыр және шығар. Жылдамдық 58 км сағатына, уақыт 6 сағат, арақашықтық белгісіз. Арақашықтық табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. 58 км сағатына көбейтеміз 6 сағат, тең болады 348 км. 348 км жол жүрген екен. Дәл осыны жаңағы өзгертіп жазатын болсақ, бізде арақашықтық белгілі, уақыт белгілі, жылдамдықты табатын болсақ, арақашықтықтан уақытты бөлеміз. Арақашықтық 348 км бөлеміз 6 сағатқа. 58 км сағатына шығады екен. 58 км сағатына жылдамдықпен жүреді екен. Кері есебіміз. Бесінші есеп. Жиындар қиылысуын диаграммада бейнелеудің дұрыстығын тексере аламын. Яғни бізде қыздар есімі және ұлдар есімі берілген. Қыздар есімінде Әлия, Інжу, Жеңіс, Бақыт, Ардақ деген есімдер берілген. Ал ұлдар есімінде Серік, Болат, Жеңіс, Бақыт, Ардақ. Қарап тұрсаңыздар, Жеңіс, Бақыт, Ардақ дегеніміз ортада тұр қиылысуында. Яғни бізде Жеңіс, Бақыт, Ардақ дегенде ұлдардың есімі де бар және қыздардың есімі де бар. Сондықтан екеуінің қиылысуында осы екеуіне де ортақ болғаннан кейін ортасына дөңгелектердің ортасына жаздық қиылысуына.